Құрметті оқушылар, Жезқазған қаласының тарихи археология мұражайына қош келдіңіздер. Бүгін 1 маусым арнайы осы халықаралық балалар қорғау күні, иә? Сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді алдарыңызда осы бүгінгі мерекеге орай қойылған видео бар. Сол видеоны барлығымыз бірге тамашалайық, жақсы ма? Ол секілді, алдымызда тұрған экспозицияда осы қазақ халқының ұлттық ойындары әрі ұлттық аспаптары қойылған, иә? Ол өзімізге таныс қобыздан басталады, қобыздар жерде, Абайдың домбырасына ұқсатуға салынған Запақов Mayasарының арнайы домбырасы қойылған бұл жерде. Және де мына жерге қарайтын болсақ, ұлттық ойындарым. Құрметті оқушылар, енді бүгінгі осы қуыршақты жасау әдісімен сіздерге толығырақ мәлімет беретін біздің музейіміздің безендірушісі әрі суретшісі Өткелова Сәбира Әбдіқадырқызы. Енді сөз кезегін өзіңізге береміз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі мерекелер құтты болсын. Осындай керемет мерекеге менің шеберлік сабағыма келгеніме өте қуаныштымын. Сіздерге бүгін міне алдындағы сабақта біз мынандай таяқтан қуыршақ жасағанбыз. Основасы тірегі таяқ. Енді бүгін сымнан қуыршақ жасап жүрміз. Сым тірегі болады қуыршақ. Енді бізге керек заттар сым, сымды орайтын, денесін орайтын, үстіңгі жағын орайтын губканы мен дененің түсіне қарап боядым. Сосын мына денесі, аяғын, қолын, мойнын мынандай шпагат жіппен ораймыз. Оған кіреді жағып, сосын ораймыз. Одан кейін барып қуыршақтың басын мынандай воздушный пластилин, өздеріңіз білесіңдер ғой, воздушный пластилинді алып, ақ пен қоңырды араластыруға болады. Дененің түсін алу үшін, иә? Қандай түстен болады деп ойлайсыздар қарда? Бірге жұмыс істейік. Қоңыр мен ақтан дененің түсін алуға болады. Сары мен ақтан да болады. Цветі ағартып алу үшін. Сондай ғып, мынандай ғып пластилинді алып, қолыңызға былай шамалы ғана бастың көлемін алып, былай бастың көлемін бұқалап мынандай дөңгелек сопақ бастың түсін алуға болады. Одан кейін бұны ұшарды алып басты мына денеге, мойнына кигізу керек. Кигізіп бұны мына жерде жаңа несі қалды ғой, орны. Бұны қоя тұрамыз, кішкене қатсын, кебу керек. Енді мына нені біз қазір шпагат жіппен орайық. Орағанда мына желімді қолдануға болады. Мына желімді мынаған бүйтіп жағып, мына таяққа, сымға жағамызды. Басынан бастап орай бастаймыз. Полностью орап шығамыз. Дене біткенге дейін, аяқ біткенге дейін, одан қолды ораймыз. Орап шығамыз. Жерімді біріншіден жерімден орамыз. Сонда жақсы тұрады. Сосын қолды ораймыз. Денені орап кетеміз. Одан кейін барып юбкасын киіп аламыз. Юбкаға сендердің каждый өздерінің алдарында, қайсының алдында масала ашамыз. Оны қиып алып, қалай дөңгелектеп юбка клеш қыласыңдар ма, әлде былай жаңағы татьянка қыласыңдар ма, оны өздерінің таңдауларына байланысты. Сосын мына денесінде үстіңгі жағы бар емес па? Ұшақтың үстіңгі жағын былай орап алып
жақты үстіңгі жағын орап алып былайынан. Одан кейін басты үстіне енді юбка киді ғой. Басты киізіп, оған шаш орнатамыз. Шаш енді мынандай қуыршақ өткені шаштарына жіптен, мынандай тоқыма жіптен болады шаштар жасауға. Әртүрлі түстер бар. Сары, мынандай сары шаштар бар. Осындайлар жапсырып, желім ана воздушный пластилинге өте жақсы жабысады екен. Сонда мынандай қуыршақ шығады. Балерина қылуларыңа болады әдемі. Көрсет. Мынандай да қуыршақтар жасауға болады бұны. Неден алып, матаны дөңгелектеп алып, 3 қатар, 4 қатар қылып ярус мынандайға тігіп ортасына осылай жиналып, басын мынандай матадан алып, оның ішіне мынандай бас шығарып, оған шаш жапсырып, мынандай қол жапсырып, мынандай да қуыршақ жасауға болады. Қуыршақтардың түрлері әртүрлі болады. Оны жаңа матадан орап матанка деген қуыршақтың түрі бар екен. Оны да жасауға болады. Енді кірісейік жұмысымызға. Бастайық. Біздің бастайтындарын түсіндіңдер ғой? Сұрақтарың болса, сұрап отырыңдар балалар. Мына жерде мына жіпті берейін. Басқа егер мына жіпті өлшесек, осылай өлшеймізді. Қандай болсын, қысқа болсын ба, әлде ұзын болсын ба, соған қарап біз нені аламыз, юбканың размерін аламыз. Мына жерден бүйтіп қиямыз.